Сіздерге қарлығаштың ұясы деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беремін. Каналыма тіркеліп қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Еңсесі биік кең бөлменің төріне тарта қойылған дөңгелек үстелдің қақ төрінен орын нұсқады. Үстелдің үсті ұқыпты тізілген салаттармен жайнап тұр. Дастархан ашылып, тостар айтылып, бір ауық болған кезде қонақ иесі Ли мырза өзінің қиғаш қарсысына жайғасқан талдырмаш денелі әдеміше келіншекке: «Шөй бикеш, балықтарыңызды шығартпайсыздар ма?» деп өзімсіне бұйырды да, оң жамбасына тізелесе отырған бұған тұтас денесімен бұрыла шала жымия тіл қатты. «Тағы да қош келдіңіз дейміз. Айыпқа бұйырмаңыз, негізі сізге деген құрметімді маймылдың миымен үстеп жіберем-ау деп ойлағам». Қырсыққанда жуықтан бері ол бәле қолға түсе бермейтін көрінеді. Қала бойынша өзі санаулы қонақжайларға ұсынылушы еді. «Мына отырғанымыз соның бірі-тін. Көрмейсіз бе, мұнда жуық арада болмайды» депті. «Келесі бір келгеніңізде ауыз тиерсіз». «О не дегеніңіз, Ли бас директор? Мына дастарханыңыздың өзі керемет. Үлкен рахмет сізге қайта». Мұның сөзін манадан бері босағада тік тұрып алып келген әрбір тағамның түсін түстеп, бөгенайын баяндап тұрған орта жастардан сәл берілек еркектің көтеріңкі дауысы бөліп жіберді. Оның әр реттегі озаны да қоңырлатып басып, әуені келмей бара жатқанда күшеп көтеріп жіберетін әуесқой әншінің мақамына келіңкірегендей еді. Жүзін Ли бас директордан үстелге бұрғанша, алдында балық пішіндес тәрелкеге салынған бауырының ақ сарылығына болмаса ұлы денесі күміс реңді шағын балық қойылып жатыр екен. Қойылғаны бар болсын, табанынан өрлей жүргізген мұздай ызғар мұның тұла бойын лезде шалып өткендей болды. Нәрестенің білегіндей жан иесі шыжыған майдың ішінде жанталасады. Алланың жаратқан әрбір мақұлығы жан тәсілім етерінде тіршілігіндегі өзіне ең үйреншікті, ең икемді қимылына жүгіне ме қайдам. Бишараның басы шыжыған табаға тірелгенде құйрығы ауаны қармайды. Құйрығы майға батқанда басы көтерілгендей болады. Кішкентай шеміршек аузы дегбірсіз ашылып жабылады. Әр мәртелік арпалыспен оның үстіне себілген безендіргіш көкөністер шыжғырылған майға суға сусып түсіп, қоңырқай қошқылдарға айналып жатыр. Көзі түскенде мұның жүрегі мүлде көтеріліп кетті. Тура осыдан медет тұтып жалбарынғандай ма дейсің? Қолқа жүрек көмекейіне тығылып қатты лоқсыды. Үстелге құсып жібермейін деген ұяттан орнынан бар пәрменімен атып тұрды. «Бісміллә, не болды әкесі?» Әйелінің үрей үркіткен аштылау дауысынан оянып кетті. Төсектен тұрып кетуге шақ қалды. «Астағфируллах» деп есін жиды. «Тәуба, тәуба» деп қайталап өңі емес, түсі болғанына шын шүкіршілік еткен еді. «Кешір, ұйықтай бер, жайсыз түс көріппін» деді әйеліне, кереуеттің жиегіне сырғып бара жатып ары қараған беті. Тұрған бойда терезенің алдына барды. Түннің қай уағы екені бағамдаған жоқ, бірақ мүлдем тыныш. Тіпті түн ортасы болғанда да көшеден оқтын-оқтын өтетін көліктердің қарасын қойып, даусы да естілмейді. Үйдің төменгі жағындағы даңғылдың өзеннің сарылы сықылды үзілмей жатыр. Беймаза уылы да құлаққа ілікпейді. Жайшылықта көшенің ащы жарықтары бірі жасыл, бірі сары, тағы бірі алқызылданып, көрік таластырып, әрқайсысы өз тұсын өз реңіне бояп, қала аспанының әр аумағын бөлең түспен аламайлап тастар еді. Бүгін тұтас әуе жап-жарық. Қала кеңістігі сол боямыш өңінен ада. Бірыңғай бозғылтым түспен кежімделіп тұр. Жұлдыздар сөніп жанып жыпырламайды. Дегеніңіз болмаса, қадау-қадау жылтылдайды. Алатаудың мүсіні сілемдеріне дейін анық көрініп толқысып жатыр. Алматының түнгі ажарынан айрылғанын да біршама болыптау деп ойлады ол. Арыға бармай-ақ сол 20-шы жылдың алдында қандай еді? Құс жолы сілемі жосылып, жеті қарақшы жетектесіп, жұлдыз біткен су бетіндегі сәулелердей байыз таппай жанып сөніп жататын. Бұлтты күндері қошқылтым бұлт жыртықтары арасынан сығалаған жұлдыздар тіптен сөнбесте ұшқынды көрінетін еді. Демек ару қаланың әрлі ажарына қиянат қып жүргендер оның көркімен қоса көкірегінде езгілеп жатқандар өзіміз осы қаланың тұрғындары болдық қой деп тұспалдады тағы да.
Қарашы, мынау атың өшкір індеттің есебінен қаланың жүріс-тұрысына тыйым салынып, көліктердің бейберекет қозғалысына тежем болып еді. Міне бір айдың жүзінде-ақ шаһардың құдды бейнетінен айыққан кісідей сілкіп шыққанын қазір айтылып жатыр ғой. Мынау Қытай қалалары бәленбай жылдардан кейін күннің бетін көріпті. Анау әлемдік климаттың ластануынан ашылып бара жатқан озон қабатындағы саңылау қайта бітеле бастапты деп оны айтасыз. осы Алматының өзінен күн көзін көру, әсіресе қыс мезгілдері арманға айналмады ма? Мұның өзі әредік іс-сапарға шыққанда ғана анық сезінетін. Жаңа ғана бұлтсыз болса да ашық емес аспан қаладан ат шаптырым алыстағаннан кейін бірден жарқырап сала беретін. Сондайда басына өз қалауынсыз жабысып алған кепешті лақтырып тастап жеңілдеп қалғандай күй кешіп, көкірек кеудесі желпініп сергіп қалатын. Неше күндер іс-сапарлап қайтарында ылғи да аспаны айық, күні күлімдеп тұратын мекендермен қайрылғысы келмей, тағы да сол тұнжыраған қалаға қайтатын болғаным ба деп қиналғандай бір асылық ойларға бой алдырған. Қаланың үстінен алысты шолып тұрған көзі сонау талғар шыңына түскенде мұздауан есіне келді. Тура осы сияқты Тянь-Шаньның бергі жондарынан арырақта асқағырақ еңсемен тұрар еді жарықтық. Мұның бала кезінде бұлар сол шыңның батыс алқымындағы ерен қабырға қыраттарына барып жайлайтын. Оу десеңші, сол балалық кездерде, сол ұжымақ жерлерде қалдау жайында. Мұның кеңсірігін болымсыз бір кермек, сезілер-сезілмес реуште жайлап шайып қалғандай болды. Иә, бастарынан жайлау қызығын өткерген барлық балалар сияқты жайлауға көшу бұл үшін де теңдессіз мереке саналатын. Сүйкімді қарлығаштарына жету үшін әсіресе. Әр жылы жайлауға кереге жайып, көп өтпей бұлардың шаңырағына уағдаласқандай келіп қарлығаш ұя салатын еді. Мұның жаз бойы ермегінің біразы солардың түңліктен қалай ұшып кіріп шыққанын, ұясына азықты қалай жеткізетінін, кейде бір-бірімен соғысып қалатын қызықтау болатын. Әсіресе түңлік жабық. Жауынды күндер олардың үйге кіре алмай, туырлыққа соғыла аласұрғаны, сондайда киіз есікті айқара сермеп қалғаннан кейін бір-біріне соқтығысқа ішке ұмтылатыны, сосын шаңырақты таппай әр жерге бір ұрынып далбасалайтыны қызық-ақ еді. Мезгілі жетіп жайлаудан қайта көшетін күні үйді жығып жатқанда бір жамандықты сезгендей-ақ байғұстар туырлығы сыпырылып жатқан үйге бір ұшып кіріп, бір ұшып шығып тек бір таппай шырылға басатынды. Шаңырақты түсіргенде анасы ұяны шаңырақтан бүлдірместен еппен ажыратып алады да қолына уыстап тұрып, бұған анау қора шетіндегі ат байлайтын мама ағаштың басына шыбық бекітіп, ұяға тиянақ жасауды бұйырарды. Бұл болса үйреншікті дағдымен мама ағаштың басына өрмелеп шығып, дайындап алған қарағай шырпыларын жылқының құйрық қылымен матастырып ағаштың ұшына тақау үйінді тұсына мызғымастай бекітеді де оған ұяны апарып қондыра қоятын. Қала кеңістігінен көзін айырмаған бойда салмағын келесі аяғына ауыстырды. Ұйқысы шайдай ашылған. Жақыннан бергі мынау індетке көңілі әжептәуір алаңдаулы еді. Тағы да сол кесапат жайлы ойлады. Бұл өзі қайдан пайда болған бәтшағар болды шынымен. Әркім әрқалай айтады, қайсысына құлақ асарыңды білмейсің. Айланып келгенде адамдардың мейірімнен алыстап жыртқыштанып бара жатқанынан болып тұр ғой деп түйді. Әйтпесе өз анау қарлығаштың ұясын мама ағашқа көшіріп жүргенде мұндайды кім көріп білген? Мұндай сұмдықты әуел үлкендерден де естімепті. Сонау ғылымның кенже кездерінде жер шарын әлде қайсы тұстарынан ара-кідік шарпып өткен жұғымтал індеттерді оқығанмен адам баласының тұрағын дәл осылай отша жалмаған әзәзілді кітап беттерінен де кезіктірмепті. Негізі бүкіл жаратылыс біткен, оның жансызы болсын, жандысы болсын, бірінсіз екіншісінің күні қараң. Бәрі де бір-біріне үйілмелі, тетелес кіріптар емес пе? Сонымен бірге олардың өзара осындай қатынасы да белгілі тепе-теңдікке үйлесімді жүйеге талшығын тартсан сетінеп кететін торға құрылмап еді. Адамзатыңызда есі бар қылып жаратты демесеңіз, осы жүйенің тең мүшесі ғой. Енді келіп саналылығын артықшылығына балап, тіпті астамшылыққа теліп, өзге жанды жансыздың үстіне үстемдік құрғысы келеді де тіпті құрып алды да маңайынан отап жұлып жеп құртып барады.
орманды отады, өсімдіктің неше атасын тыйпыл қылды. Өз бабалары көзімен көрген олардың көзайымы болған жануарлардың қанша нәсілін ғайыптық етті. Олармен ортадағы табиғи перделерді тыр жалаңаштап, оларды өздерінен бетекі етуге мәжбүрлеуде. Ана Гуанши тауларының жықпыттарында жасап жатқан жарқанаттарға барып соқтығандарында бұлардың қазанына келіп түсіп азық болу тау тағыларының аңсар емес пе еді? Бұлардың химиялық лабораториясында сынаққа жегілу олардың арман емес пе? Сонау күн көзіне мүлде қақпай ұйық мекен буалдырда, ылғал шатқалдарда мынау ақ сәулелі жыртқыштар әлеміне аяқ басу тіптен де олардың мұраты емес болатын. Жаратушының ту баста әр жәнесіне оның өз басын алып жейтін бір қасиеті қоса бағыштайтыны рас-ау. Мысалы, жарқанаттың құртақандай ұсқынсыз бойына жарық дүниедегі вирус атаулын елемей сақтайтын қабілет сыйлаған көрінеді. Осы қабілет оның әрбір ұшуымен ұшталып, шыңалып, үйлесім тауып, толассыз орнына келіп отырса керек. Ол ұшқан кезде жүрегі жан атаулыда жоқ жиілікпен соғып, соған қарай дене температурасы 60-та 80 градусқа дейін көтеріледі. Осы қызу ана вирустардың озғындануына мұрсат бермей, оларды жөргектерінде тұншықтыратын сыңайлы. Ұяларына оралған балақтардың тасқа шалқаларынан жабысып тыныстауы, жаңағы алапат жүрек соғысы мен асқын қызуды басу үшін болса керек. Сөйтіп вирустар оның денесінде балалайды да алмайды, өліп те қалмайды екен. Енді осыны біліп алған адамзат соның денесіндегі жаңағы вирустарда әлдеқандай ниет мақсатпен қол жеткізгісі, жарқанаттың денесіндегі құдіреттің сырына одан сайын қаныққысы келеді. Әлім білмеген әлек қалып отырған бәлесі мынау. Бұл да болса адам баласын ынсапсыздығы мен ашкөздігінің, ала берсем, қармай түссем деген тойымсыздығының қаржымысы тәрізді. Өзі сықылды жан дүниесін обал сауабына қарамай аулап әкеп саудаға салуда. Оны тіпті пісіріп жемей, тірі күйінде майға шыжғырып жеу, оның киесіне жолықтырмай қайтсын. Майға шыжғырып дегенді ойлағанда оның жүрегі жаңа ғанағыны түсіндегідей лоблып кетті. Ол жуым бөлмесіне қарай жүгірді. Әңгіменің соңы. Назарларыңызға рахмет.